Сәлеметсіздер ме? Сіздермен мен Асан Фазылбекұлы. Мен өз каналымда сіздерге химияны оңай әрі түсінікті түрде жеткізетін боламын. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы химиялық элементтердің периодтық жүйесі болады. Химиялық элемент дегеніміз не? Біз алдымен осы сұраққа жауап берейік. Химиялық элемент дегеніміз ядро зарядтары бірдей болатын атомдар тобы. Кез келген затты біз химиялық элементтен тұрады деп қарастырамыз. Яғни әрбір заттың құрамында химиялық элемент болады деген сөз. Ал химиялық элемент латынша атаудың алғашқы бір немесе екі әріпінен құралған таңба. Жалпы периодтық жүйеде қазіргі таңда 118 элемент белгілі. Оның 94-і табиғатта кездессе, қалғаны жасанды жолмен алынған. Ол химиялық элементтердің өзін біз металдар және бейметалдар деп бөліп қарастырамыз. Бізге алтын, күміс, темір, қала, мыс сияқты элементтер ерте заманнан белгілі. 18 ғасырда оттек, азот, марганец, ал 19 ғасырда кальций, магний, кремний сияқты элементтер ашылды. Бізде әлде ашылуы мүмкін элементтер көпшілік. Енді периодтық кесте туралы мәліметтерге көз жүгіртейік. Жалпы қазіргі таңда периодтық жүйенің екі түрі қолданылады. Бірінші ертеден келе жатқан, ал екіншісі заманауи түрдегі периодтық кесте. Осы кесте бойынша бізде 8 топ бар. Әрі осы әрбір топтың өзіндік атауы бар. Топтар рим цифрымен жазылады, 1-ден 8-ге дейін. Әрі әр қайсысына өзінің атауы бар. Бірінші топтағы элементтерді біз сілтілік металдар деп атаймыз. Екінші топтағы элементтерді сілтілік жер металдары деп атаймыз. Ал үшінші топтағы элементтер жер металдар. Төртінші және бесінші топта негізгі атау жоқ. Бірақ оларды бастапқы қандай элемент тұр, сол бойынша соның тобы деп атаймыз. Мысалы, төртінші топта бізде көміртек элементі тұр. Яғни бұны көміртек топшасы деп атаймыз. Ал бесінші топта бізде азот. Сәйкесінше бұл азот топшасы болады. Алтыншы топтың атауы халькогендер. Жетінші топта галогендер орналасқан. Ал 8-ші топтың екі түрлі атауы бар. Біріншісі инертті газдар деп атасақ болады. Немесе асыл газдар деп те атаймыз. Осыларды өз дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Біз элементтерді 8 топқа бөлдік және атауларын жазып алдық. Ал әрбір топ екі топшаға бөлінеді. А және Б. А топшасы және Б топшасы. А топшасын негізгі топша деп атасақ та болады. Ал Б топшасы сәйкесінше қосымша топша болады. А топшасы дегеніміз топтың сол жақ бөлігінде орналасқан элементтер. Ал Б топшасына
сол топтың оң жақ бөлігінде орналасқан элементтер жатады. Біз элементтердің топтары туралы айттық. Енді период туралы мәлімет айтайық. Жалпы Менделеев кестесінде 7 период бар. Периодтар екі түрге бөлінеді: үлкен және кіші. Бірінші біз кіші периодтарды қарастырамыз. Өйткені периодтар кіші периодтан басталады. Мысалы, бірінші периодта 2 элемент бар. Ал екінші периодта және үшінші периодта бізде 8 элементтен. Бізде бірінші, екінші және үшінші период кіші период деп аталады. Өйткені бұлар бір қатардан тұрады. Ал әрі қарай бізде қалған периодтар үлкен периодтар болып саналады. Себебі 4-ші және 5-ші периодта 2 қатар бар, сәйкесінше саны 18-ге тең. Ал 6-ші және 7-ші периодта да 2 қатар көрсетілген, бірақ байқасаңыздар, Менделеев кестесінің астында тағы да қосымша 2 қатар бар. Біріншісі лантаноидтар деп аталады. Ал екінші қатар актиноидтар деп аталады. Бұлардың әрқайсында 14 элементтен. Ал 6-ші және 7-ші периодқа қарасаңыздар 18 элементтен. Бірақ 18 элементтің арасында қандай да бір сандар алмасып кеткен. Арасында бос қалған. Демек, 14 элемент солардың арасында деген сөз. Сәйкесінше 18-ге 14-ті қосамыз, 32 болады. Тағы да 18-ге 14-ті қосамыз, ол да 32 болады. Демек, бірінші периодта 2 элемент, екінші периодта 8, үшінші периодта 8, 4-ші және 5-ші периодта 18 элементтен, 6-ші және 7-ші периодта 32 элементтен. Барлығын қосқан кезде бізде 118 элемент саны шығады. Жалпы топ бойынша элементтер 4 түрге бөлінеді. Біріншісі S элементтер, екінші P элементтер, үшінші D элементтер және соңғы F элементтер. S элементтерде бір ұяшық және жоғары төмен бағытталған 2 электрон болады. P элементтерде 3 ұяшық. Жоғары және төмен бағытталған 6 электрон болады. D элементтерде 5 ұяшық. Әрбір ұяшықта жоғары және төмен бағытталған электрондар болады. Демек, D элементтерде 10 электронға дейін болады. Ал F элементтерде 7 ұяшық. Сәйкесінше 14 электрон болады. Электрондардың санына байланысты біз S элементтерді S1 және S2 деп қана жаза аламыз. Ал P элементтерді P1-ден P6-ға дейін. D элементтерді D1-ден D10-ға дейін. Сәйкесінше F элементтерді F1-ден F14-ге дейін ғана жаза аламыз. Енді S элементтер қалай жазылады? S элементтердің құрамына қандай элементтер кіреді?
S элементтерге бірінші A және екінші A топтағы элементтер жатады. P элементтерге үшінші A-дан 8-ші A топшасына дейінгі элементтер жатады. D элементтерге барлық қосымша топтағы элементтер жатады. Ал F элементтер сәйкесінше Менделеев кестесінің астындағы екі қатар лантаноидтар мен актиноидтар жатады. Біз осы электрондардың орналасуына қарап, элементтердің электрондық конфигурациясын шығара аламыз. Ол кезде периодты қолдануымызға да болады. Мысалы, бірінші периодта бізде екі ақ элемент, сутек және гелий орналасқан. Демек, 1s2 деп жазамыз. Әрі қарай P элемент жоқ. Екінші периодта 8 элемент бар. Оның екеуі S элемент болады, қалған 6-ы P элемент болады. Үшінші периодта да дәл осы қайталанады. Яғни 3s2 және 3p6. Төртінші периодта 4s2. Байқасаңыздар, S элементтерден кейін D элементтер басталып кетеді. D элементтердің ұяшық саны P элементтердігіне қарағанда көп болғандықтан, олардың санын 4 емес, 4-тен 1-ге кем, яғни 3 деп жазамыз. Демек, 3D10, 4P6 болады. Бесінші периодта дәл осы қайталанады. 5s2, 4d10 және 5p6. Әрі қарай 6-шы периодта 6s2 болады. Осы S элементтен кейін байқасаңыздар, сан мәндері басқаша ауысып кетеді. Ол жерде F элементтер бар деген сөз. Демек, F элементтердің ұяшық саны D элементтерге де қарағанда үлкен болғандықтан, көп болғандықтан, олардың санын D элементтердігінен де төмен қылып жазамыз. Демек, 4F14, 5D10 және 6P6. Жетінші периодта дәл осы қайталанады. 7S2, 5F14, 6D10 және 7P6. Бұл элементтердің электрондық конфигурациясы деп аталады. Біз көріп тұрғанымыздай 7 период бар. Әрбір санына қарап, ол элементтің қай периодта орналасқанын таба аламыз. Электрондық конфигурацияны қалай қолданамыз? Электрондық конфигурацияның қолданылуы мына жердегі сандарды бір-біріне қосып шыққанда жалпы саны 118-ге тең болады. Демек, периодтық кестедегі 118 элементтің барлығын қамтиды деген сөз. Мысалы, S элементтер барлығы 2-ге дейін жазылады. Демек, 2-ні көбейтеміз 7-ге. Өйткені 7 периодта да S2 қайталанады. Оған қосамыз. Бірінші P элементтерді. Демек, 6-ны көбейтеміз 1, 2, 3, 4, 5, 6-ға. Өйткені бірінші периодтан басқа периодтарда P элементтер болады. D элементтер 4 пен 7 4-ші және 7-ші периодтар аралығында ғана бар. Демек, 10-ды көбейтеміз 4-ге. Қосамыз. F элементтер бізде 2 ақ. Демек, 14-ді көбейтеміз 2-ге. Осы жерден шығады. 14 қосылған 36, қосылған 40, қосылған 28. Барлық мәні 118 болады.
Осы жерден бізде электрондық конфигурацияны қалай қолданамыз деген сұрақ туындауы мүмкін. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Мысалы, қандай да бір элементті алайық. Кальций элементі болсын. Кальций бізде реттік нөмірі 20, атомдық массасы 40-қа тең. Бізге атомдық массасының қажеті болмайды. Электрондық конфигурацияны қолдану үшін біз оның реттік нөмірін шығарып алуымыз керек. Кальций элементі 4-ші периодта орналасқан. Демек, біз 4s-ке дейін жазуымыз керек. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 және 4s. Бұл жерде мына үстіндегі сандарды бір-біріне қосып шығамыз. 2 қосу 2, 4 қосамыз 6-ны 10, оған қосамыз 2-ні 12, оған қосамыз 6-ны 18. Ал бізге қажетті сан 20. Бізде s элементтер 2-ге дейін жазылады. Демек, кальций элементінің электрондық конфигурациясы мынадай түрде болады. Біз әрбір элементті атомнан тұрады деп айттық. Ал атом дегеніміз химиялық бөлінбейтін ең кіші бөлшек болып саналады. Атомның құрамы қандай деген сұрақ сіздерде болуы мүмкін. Атомның құрамында 2 бөлшек болады. Біріншісі ядро, екіншісі электрон. Атомның құрамы ядро және электрон. Ал ядроның өзі 2 заттан тұрады. Оң зарядталған протон және зарядсыз нейтрон. Ал осы ядроның сыртында теріс зарядталған электрон айналып жүреді. Сәйкесінше, оң зарядталған бөлшек протон болады, зарядсыз бөлшек нейтрон және теріс зарядталған бөлшек ол электрон болады. Енді әрбір элементтің протон саны, реттік нөмірі, электрон саны және атом заряды бір-біріне өзара тең болады. Реттік нөмірі А әрпімен белгіленеді. Ол тең болады протон санына, ол тең болады электрон санына, ол өз кезегінде тең болады атом ядросының зарядына. Оны қалай қолданамыз? Оны қолдану өте оңай. Кез келген элементті алайық. Мысалы, алюминий болсын. Алюминий бізде реттік нөмірі 13-ші орналасқан элемент. Ал оның атомдық массасы жуықтап алғанда 27-ге тең. Реттік нөмірі мен протон саны бір-біріне тең. Демек, алюминийдің протон саны 13-ке тең болады, электрон саны да 13-ке тең болады. Өйткені протон саны электрон санына да тең. Ал нейтрон санын табу үшін біз элементтің атомдық массасынан азайтамыз протон санын. Сол кезде нейтрон саны шығады. Демек, 27-ден азайтамыз 13-ті. Тең болады 14. Сәйкесінше, алюминийдің 13 протоны, 14 нейтроны және 13 электроны бар деген сөз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Келесі сабақта кездескенше.